Кеш жарық, сәлем берді. Мен тойға тағы да асық кетіп бара жатырмын. Қазақтың тойы бітпесін. Мынау әдемі киіммен, диадемамен орамалды қазір үйлестіретін боламыз. Мынау аппақ боник тақтым. Ішіндегі аппаққа сай болсын. Енді сыртына осындай орамалымызды аламыз. Қараңыздар. Қандай төрт пұшты орамал. Соны қараңыздар. Осылай аламын да. Мен асық кетіп бара жатырмын тағы да. Артқа қарай осы екі ұшын артқа байлап тастаймыз. Міне байладым. Енді мынау диадемамызды осы ортаға қоямыз. Мынаның астына қарай кіргізесіздер. Былай икстап аласыздар бір. Міне. Бір икстап аласыздар. Түсіп кетпес үшін мына жақта салбыраған орамалды алып, міне. Былай қарай жылжытасыздар. Мына артын тағы байлап аласыздар. Аяқта соғыс болып отыр балалар. Екінші қайтара тағы байлап алдым. Асықпай тақсаңыздар, сіздердің де қолдарыңыздан келеді. Мен білесіздер ғой, әдеттегідей тойға асығып бара жатырмын. Мынаны қараңыздар. Артқа қалған нелерді. Міне, артық шыққандарын салып тастадым артына. Егер толықтай түсінбейтін болсаңыздар, жекеме жазыңыздар, сторисқа тағы көрсететін боламын. Сонымен, дайын осындай әдемі үлгі. Ал кетті мен.